Сәлем достар, біз сіздермен кеңістіктегі векторлар ұғымы және оларға амалдар қолдану тақырыбын қарастырудамыз. Бізге берілген есептің шартында x, y, z компланар емес векторлар. Осы арқылы a және v векторлары берілген. Осы векторлардың коллинияр немесе коллинияр емес екенін дәлелдеуіміз қажет. Ол үшін екі вектор коллинияр болу үшін олар параллель түзулердің бойында орналасу керек. Ал олардың параллельдігін дәлелдеу үшін олардың сәйкес x-тердің алдындағы векторларының алдындағы коэффициенттердің қатынастары орындалу керек. Алдымен x-тері бойынша 1-дің түбірасты 2-ке қатынасы тең болса, 2 минус 2 түбірасты 2-нің минус 4-ке қатынасына және түбірасты 6-ның 2 түбірасты 3-ке. Осы қатынастар орындалатын болса, онда бұл екі a және v векторлары коллинияр болады. Алдымен 1 түбірасты 2 осы күйінде қалсын, келесі минус 2 түбірасты 2-ні минус 4-ке бөлетін болсақ, 2 минус плюс қалады, 2 мен 4 қысқарады, қалады түбірасты 2 бөлінген 2. Ал бөлімдегі 2-ні түбірасты 2-нің квадрат ретінде қарастырсақ, онда түбірасты 2 мен квадрат қысқарып, 1 бөлінген түбірасты 2-ге тең. Олай болса, 1 бөлінген түбірасты 2 мен минус 2 түбірасты 2-нің минус 4-ке қатынасы екеуі тең екенін көруге болады. Енді дәл солай түбірасты 6-ның 2 түбірасты 3-ке қатынасын қарастырайық. Бұл жердегі түбірасты 6 дегеніміз түбірасты 2 мен түбірасты 3-тің көбейтіндісіне тең. 2 және түбірасты 3. Түбірасты 3-терді қысқарта аламыз, ал 2 дегенді түбірасты 2-нің квадрат ретінде қарастырсақ, 2-нің квадраты мен түбірасты 2 қысқарады. Қалады 1 бөлінген түбірасты 2. Олай болса, бұл 2 теңдік орындалады. Бұл дегеніміз a және v векторлары коллинияр деген сөз. Яғни олар параллель түзулердің бойында орналасқандығын білдіреді. Екінші жағдайды қарастырайық. Екінші жағдайда бірінші x мен z белгісіз, яғни x-нің мәні 0, екінші вектордың x-нің мәні 0 деген сөз, y-ның мәні түбірасты 5, y-ның мәні жоқ 0 деген сөз. Енді үшінші теңдікте z 0, бірақ түбірасты 5 деген сөз. Бұл жағдайда 0-дің мәні санды 0-ге бөлуге болмайтындығын, және 0-ды санға бөлсек 0, 0-ді 0-ге бөлуге болмайтынын білеміз. Бұл теңдіктер орындалмайды. Яғни a векторы мен v векторлары параллель емес, яғни коллинияр еместігін білдіреді. Балалар, біз сіздермен қарастырдық кеңістіктегі вектор ұғымы және оларға амалдар қолдануды. Келесі кездескенше сау болыңдар.